Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас қорыту жүйесі. Бұл 7-ші сыныпқа арналған тақырып болғандықтан біздер 3 түрлі тірі ағзаны қарастыратын боламыз. Біріншісі адам, мысалы мен. Екіншісі күйіс қайыратын жануар, яғни сиыр. Ол мен емес, бұл үй жануары. Үшіншісі бұл жауын құрты, немесе шұбалшан. Ең бірінші адамның ас қорыту жүйесіне тоқталайық. Әрине барлығымыз тамақ ішкен, соқ ішкен. Майлы тамақ болсын, бұл майлы болмасын, шөптесін тамақ болсын, фрукты, нешетір тамақты жеуге біздер құмармыз. Яғни тамақ жеу, қоректену механизмі өте қарапайым да, аламыз да, мысалы жей саламыз. Ал бірақ біздің ағзамызда не болып жатқанын біздер білеміз бе? Ендеше мен сіздерге сызба түрінде көрсететін боламын. Ол үшін мен бір тілім мандаринді жеймін. Осыны бірге қарайық. Келесі сиырдың ас қорыту жүйесіне көшейік. Сіздер ауылға барғанда байқаған шығарсыздар да, сиырлар біздерде өте ұзақ шайнап тұрады. Типа осылай. Ал сіздер неге екенін білесіздер ме? Неге олар ұзақ шайнайды? Себебі сиырлар бұлар шөп қоректі жануар болғандықтан олар тек шөппен қоректенеді. Ал шөпте жануарға қажетті органикалық заттардың мөлшері өте аз, сондықтан барынша көп мөлшерде шөпті жеуге олар тырысады. Яғни олар шөпті жеген кезде асқазанына жинайды. Бірнеше уақыттан кейін қайтадан асқазаннан шығарып, екінші қайтара шайнайды да қайтадан жұтады. Бұл фильм ужас емес, бұл шынымен солай. То есть сиырлар олар екі қайтара астық қорытып қоректенетін болады. Бұл енді біздер қарапайым тілмен айтып жатырмыз, ал схема түрінде, механизм түрінде ол былай. Келесі бұл шұбалшанның ас қорыту жүйесі. Жалпы шұбалшандар тірі ағзалар үшін пайдасы, маңызы өте зор жануарлардың бірі. Өйткені жаңағы мен жеген мандарин болсын, немесе сиыр жеген шөп болсын, яғни көптеген тағамдарымыз бұл өсімдік арқылы алынады. Ал өсімдік өздеріңіз білетіндей топырақ нашар болса дұрыс өспейді. Қысқаша айтатын болсақ, топырақ құнарсыз болса өсімдік толық өспейді. Ал бұл мәселені шешу үшін жерді шұбалшан қайта өңдейді. Раунд. Яғни қалай топырақты құнарлы етеді дейтін болса, оның ас қорыту жүйесіне көшейік.
Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса немесе ұсыныстарыңыз болса менің жеке парақшама жазып кеңес берулеріңізге болады.